Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер мен студенттер және оқушылар. Біз сіздермен Microsoft Teams платформасы арқылы кезекті видео нұсқаулықтар тізбегін жалғастырамыз. Бұл видеода сіздермен негізгі баптаулармен танысатын боламыз. Біздің команда, яғни группамыз құрылған. Оның оң жағында 3 нүкте берілген. Осыны басамыз. Командамен басқару деген баптауға кіреміз. Осы группаның иесі, оның яғни кесте бойынша, яғни аты, оның лауазымы, орналасқан жері, тег немесе және рөлі. Мен осы команданың иесі болып табыламын осы жерде. Және де бағана 2 студентімді тіркеген болатынмын. Енді осы жерде мен оларға комментарий жазуға, яғни бұғаттап тастай аламын. Мүмкіндігінен айыра аламын. Бұл жерде бізде тек 2-ақ студент тұр. Егер де студенттер өте көп болса, бірден осы жерден таба алатын боламын. Осы жерді басып. Добавить участника дегенді осы пернеден тағы да студенттерімізді қосып алуымызға болады. Мысалға, міне. Ол студентті қайтадан қостық. Яғни жаңа студентті закрыть дегенді басамыз. Міне бізде үшінші студент пайда болды. Келесі күтілудегі, яғни запрос. Бұл жерде бізде ешқандай запрос жоқ. Енді канал. Бізде ашқан тек бір-ақ канал бар. Ол философия практикалық жұмыс деген. Ол туралы біз оның хабарламаларын, ал мынау сол каналдың баптаулары, және осы каналда өшіруімізге де болады. Оның сілтемесін, оның электронды почтасын алуымызға болады, және де оны өзгерте аламыз. Және де біз осы жерге қайтадан тағы жаңадан канал қоса аламыз, осы пернені басып. Егер канал өте көп болса, осы жерден біз каналымызды атын жазып іздей аламыз. Баптаулар. Баптауларға өтетін болсақ, міне ең маңызды пункттердің бірі. Біз осы жерде команданың дизайнын өзгертуімізге болады. Мысалға, суреттерді таңдауымызға болады. Группаның бетіне қоюға болатын. Мысалға, группамыздың дизайны өзгеруде. Қайттан осы 3 нүктені басамыз. Управление командой. Баптаулар бөліміне өтеміз де. Приватность жайында баптаулар болады. Осы біздің каналдағы немесе осы командадағы студенттердің не істей алады және не істей алмайды, олардың мүмкіндіктері жайында жазылған. Олар өздерінің сообщенияларын өшіруге болатын болса, немесе болмайтын болса, біз осыны басамыз. Енді олар өздерінің жазған хабарламаларын өшіре алмайды. Және де олар өздерінің хабарламаларын өзгерте алады. Ал енді алып тастағаннан кейін олар өзгерте алмайды. Және де сол сияқты түрлі осы жерде өзінің фишкалері бар. Бұл қонақтар үшін, яғни шақырылған қонақтар үшін баптаулар. Бізде қонақтар жоқ, сондықтан бізде тек қана студенттер. Упоминание дегеніміз, ол мысалға айғылақты теріп, белгілі бір студенттің атын жазатын болсақ, тез баратын болады. Кез келген жазған сөзіміз немесе оны ерекшелетіп белгілеу болып табылады. Енді команданың коды. Бағана біз айтып кеткендей, код арқылы тіркелу. Сол жайында. Енді біздің командамызда коды болмағандықтан, біз осы жерден кодты командаға құра аламыз. Міне, біздің кодымыз осы. Біз ол кодты қалаған уақытта өшіріп тастай аламыз, көшіріп біреуге жібере аламыз, немесе бәрін алып тастауымызға болады. Яғни басқа кодты енгізуге болады. Міне, код ауысты. Рандомды түрде. Бірақ айта кетерлік жайт, яғни қонақтар шақырғымыз келсе, олар бұл, яғни жабық командаға кіре алмайды код арқылы. Төмен қарай Giphy қолдануға болады, немесе болмайды. Оны да рұқсат етуге болады. Әзілқой стикерлер, сондай қолдануға біз осы жерден рұқсат бере аламыз. OneNote арқылы, қосымшасы арқылы түрлі байланыс жасауға болады. Мына жерде тег, яғни тегтермен тек қана осы команданың ашқан адамы, яғни мен жұмыс істей аламын. Аналитикада осы, яғни біздің ашылған команданың
группаның, басқаша айтқанда, толықтай статистикасы. 4 қолданушы, 8 қосымша, яғни кеткен файлдар саны SharePoint арқылы кеткен екен 358 мегабайт. 100%, яғни ешқандай қонақтар жоқ деген белгі. Мысалы, мына жерден белгілі бір каналды таңдаймыз, мысалы, практика. Сол кезде өзгереді. Және де сол күннің, яғни ең соңғы 7 күн, соңғы 30 күн, соңғы 90 күн, яғни сол белгілі бір аралықты, периодты болады белгілеп. Осы каналдың қайттан жөндеуге болады. Дизайн өзгерген, көріп тұрғандарыңыздай. Тағы не айтуға болады? Тағы да, яғни осы 3 нүктені басу арқылы, осы жерден де студенттерімізді қосуға болады. Канал, осы біз шығарған командадан шығып кетсек те болады. Және де оны өшіріп тастауымызға да болады. Яғни соңғы пункт ол приложение, яғни қосымшалар. Осы қосымшалар арқылы біз интеграция жасай аламыз. Интеграция арқылы біз осы сабақ өтуді бірнеше есе жеңілдетеміз және қызықтырып өткізуге болады. Әрбір қосымшаның өзінің атқаратын белгілі бір қызметі бар. Мысалға, бәрімізге белгілі Kahoot бағдарламасы. Kahoot бағдарламасында біз түрлі сұрақтар қызықты етіп, сұрақтар тізбегін жасауымызға болады. Другие приложения, яғни басқа қосымшалар деген басатын болсақ, осы жерде бізге үлкен таңдау мәзірі ұсынады. Осының ішінен қалағанымыз таңдап, көптеген осы процестерді жеңілдетуге болады. Немесе осы жерден басып, яғни топтамаларды кіріп, қандай да бір қосымшаны іздеу керек болса, осы жерден іздеп табуымызға болады. Атын енгізіп. Жалпы осы назар салып тыңдағаныңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.